Саламатсыздар, құрметті халқым, қаларыңыз қалай? Бүгін тағы да дәлелдейміз, адам организм өзін өзі емдейтін. Мынандай экстренный жағдай болады ғой, соқыр ішек, немесе өттің тасының пүрістіп беруі, анандай үлкен больницаға барғанда, керемет мамандар, соның істейтін мамандарына барғанда міндетті түрде пышақ дайын тұрады, білесіздер ғой. Мына бала басын соны өткізді басынан. Содан кейін мамасы бізді былтыр 5-ай 6-ай айда оқып алған. Сол кезде мамасымен бірге бір лекция тыңдап, сосын әйелі мамасы бізден ем алған. Мамасы оқып алған. Мамасы мұғалім. Бұл бала өзі бизнесмен бала. Сөйтіп Астанада жүреді. Неден басталды айта ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Есімім Ахан Сербот. Тұрсынгүл ханымды танығанымызға өте қуаныштымыз. Отбасымызбен бәріміз бұл кісінің кумиріміз, подписчигіміз. Жалпы мен 18-ші фактпен сөйлеймін. 10 айдың 18 күні қатты приступ береді, оң жақ астым ауырады. Сонымен машина айдай алмай қаламын. Соны қайтадан офиске келіп, бүктеліп жатып қалдым. Соны скорый шақырдық, скорый алып кетті. Барған кезде осы Астана қаласына Левый берікте бір жерге бардыңыздар. Николай Ким деген доктор мені врач көрді да, аппендициттің белгілері бар, сізді тексеруіңіз керек деді. Анализ қанымды алды, одан кейін УЗИге түсірді. Одан кейін қайтадан сол УЗИдің шешімімен сізді скорыйны операция жасау керекпіз, аппендицит деп нақты диагноз қойып берді. Ол шешімі неше сағаттың ішінде жасау керек деді? 4 сағаттың ішінде острый деді. Шешімі бәрі тұр, мен заключениесін шығарып алдым. Сонымен бірақ терпим ауырып тұр да. Содан кейін мен анашыма хабарластым, сразу Тұрсынгүл ханымға шығып, Тұрсынгүл ханым. Не себептен? Өйткені пышаққа түссең, наркоз алсаң, оларға несі жазылғанша біраз уақыт үйде жатып қаласың. Бизнес қалады ғой. Ол жатып қалады, одан кейін біз ауыр нәрселер көтереміз. Ол 6 айға дейін ауыр көтере алмайсың, тікісі жыртылып кетуі мүмкін деген сияқты. Еще көп заказдар алып қойғансың жұмысыңда. Сол сезонның кезі. Сонымен неде болса, енді мида ғой. Сонымен Аллахқа тәуекел етіп, бірінші анама сеніп, кейін Тұрсынгүл апайға сеніп келдім. Емді бас алып кетті. Бәрін айтқанын бірге бір істесең, жазылып кетесің деді. Енді жан тәтті ғой бәрімізге. Сонымен бірге бір істедім, Аллаға шүкір, айтқандардың бәрін іш деген емдерін ішіп, же дегенін жеп, жат дегенін жатып, жылы киім, аяқты суға салып. Аллаға шүкір, 7 күннің ішінде кәдімгідей бассам да ауырмайтындай дәрежеге жеттім. Одан бері ауырдың ба? Жоқ, одан бері ауырған жоқпын. Одан бері қанша уақыт өтіп кетті? 2 ай өтіп кетті ғой. 2 ай өтіп кетті, вообще ауырған жоқ. Қазір сол кезде ойлағам, мен Гайрила, Дизи, Музай су вообще ішпеймін, осыдан жазылбасам деп. Қазір қайта ішіп бастадым. Қайтадан ішіп бастадым. Қысқасы, Ахан Сері мамасы сабақ бітірген күні бір әдемі бала келді, мамасына бір құшақ гүл, маған бір құшақ гүл берді, соның есінде қалған. Қалмасыздар ма? Қайырлы машаларыңыз бар? Мен оқыған жүрген ол өткен айтты. Мамасы оқыған қандай түскен? Осы жастар негізі папа мамаларыңызды, әке-шешелеріңізді оқуға жібермейсіз. Кеше естім, осындай оқу бар екен, анашым айтты. Ол кісі білім ағарту саласында мұғалім, қанша жыл, 30 жылдан астам стажы бар, бізді оқытқан. Сол себепті мен анашымның таңдауына бірден сенім білдірдім. Осындай оқу бар екен. Себебі бұл кісілердің бәрі зерттейді. Мұғалімдер білесіздер ғой, көз ашық кісілер. Содан кейін бірден анашымды қолдап, білім аламын дегенде алып бердім. Қуаныштымыз. Ұрпаққа жіберіп отыр. Жаңағыдай сендердің барлықтарын емдеймін дейді, мен ем ауырады еді, оны да емдеймін. Көбісі шындығын айтпайды, медицинада басқа да салада қазір бизнес болып кеткен ғой. Бұл кісінің маған ұнағаны, кәдімгідей медицина саласы ол бизнес деп ашық қорықпай айтып, операцияға бармаңдар, ол табиғи жолмен емделуге болады деп, осы халықтың көзін ашып жатқанына бәрін ризамын. Былай қалса, Алладан қайтсын, бала шағаңыздың қызығын көрсін, Алла екеуіне жақсылығын нәсіп етсін. Қуаныштымын баршаларыңызға. Бәріміз осындай күндерсің, е? Міне, ұл деп айтамыз. Сөйтсе мамасы бізге жіберіпті. Енді кімнен көмексіз? Мамасы Тұрсынгүл ханымға барсам емдей алма деген сияқты, мамасынан сұрағым, мамасы давай бар деген. Маған звондады, мен по-моему сыртта жүрдім. Жарайды, келсін емдей салыңдар дедім. Приступ беріп тұр ғой, соқыр ішек. Себет нүктенің теориясы бойынша ол соқыр ішек бактерия дұрыс функциялық қызмет нашарлап тұр, оның бәрі УЗИдан көрінеді, оның бәрі врачтың нәтижені көріп тұр, иә? Біз себеппен көрсеңіз. Себеп Ахан Серінің қуаты кетті. Бұл кісі айтады, мен дейді сол күні кеште дейді
манты жедім дейді, одан пістешек шақтым дейді, одан суық мұздай су іштім дейді. Сосын таңертең ба түнде приступ берді ме? Жоқ, таңертең болды. Таңертең приступ берген, приступ қаты беріп жаңа жол жұмысқа кетіп бара жатқан, опять қайтадан қайтқан офисына. Сол жерге 2 бүктеп сосын больницаға барған. Бізге келеді, енді біздің медицина теориясы бойынша аяқ асты болған ауруды біз бір күн немесе 7 күн ішінде айығып кетеміз. Өйткені сіздер инстаграмның төмен қарасаңыздар, Гүлзира деген әйел бар, тоже пышақ үстінде тұрған, мынандай закушение енді операция жасап тұрғанда, мен сабақ өтіп жатқанда маған жылап еңіреп келген күйеуі екен. Сосын аман жоқ келген адам шығармаймыз ғой. Сосын дереу массаж жасап, ода 1 аптаның ішінде жазып кеткен. Аяқ асты болған ауру 1 күн 7 күннің ішінде айығады. Мына балаға айттым, тым болмаса 1 жеті массаж ал деп. 1 жеті алып, міне 2-3 ай өтіпті. Енді мына бала бізге келмей соқыр ішекті алдырып тастағанда, Алла тағала әрбір органды бекер жаратқан жоқ. Соқыр ішектің өзінің мынау тоқ ішектен қорытылмай қалған бактерияның заттарын бәрін өзінің қорытып жіберетін бактериясы бар. Соған түседі, соған түскеннен соқыр ішек өзі мынандай ғана ұзын дүние. Содан кейін ол барақта қорытып қайтадан тура анустың аузына қарай жібереді. Енді соқыр ішекті алып тастаса, тура ана соқыр ішек тұрған жер мен анусқа қарай мынандай жер, мен ойлаймын, ол істен шығады. Яғни қорытылмай қалған зат соқыр ішек арқылы келу керек қой, қорытылып. Ол жерді зақымдайды. Мен өз басым соқыр ішегімді алдырып тастаған адам. Сондықтан мен үнемі тәретім дұрақсыз, то запор, то сұйық, то сондай болады. Сондықтан әр органның өзінің несі бар. Біреулер көк бауырын алдырып тастағандарды көрдім әуелі. Асқазанын алдырып тастап жатады, өттегі тасты, өтті алдырып тастап жатады. Өттің де өзінің жұмысы бар. Мысалы, өттің алып тастағаннан кейін өттің жолымен бәрібір ана өттің жіткісі бөлініп тұру керек. Оны алдырып тастағаннан кейін оның функциялық қызметін ашады. Сондықтан адам организм өзі емдейді. Ешқандай пышаққа түспей, мынандай ішкі созылмалы аурулар, аяқ асты болған аурулар. Міндетті түрде осы себептіліктен оқып алып, осымен емдеңіздер. Қазір қандай жақсы. Ешқай жерге пышақ тиген жоқ, не наркоз алған жоқ. Бірақ жеті ем алды, айтқан бірге бір орындады, қуатты жинап алды. Сол 1 апта емнен кейін наоборот энергияң күшейіп кеткен. Алла шүкір жақсымын. Жақсы болып кетті. Одан да бөлек жаңағы біраз нәтижелер болды. Кішкене қарым кетті. Кейін жаңағы тершеңдік кетіп қалды. Сонымен бірге. Иә, сонымен. Тершеңдік. Неге тершең жастар? Өйткені іші мұздайды, іше беріп, асқазан бәрі істемей қалған ғой. Асқазан істемей қалғаннан кейін ол өкпеге әсер етеді. Өкпе барады да, сосын өзінің иммунитетімен керек емес жіткісті сыртқа қарай шығарады. Бұл кез келген симптом, естеріңізде болсын, организм өзін өзі емдеу процесі. Біз просто ауырып қалдық, сол симптомның бәрін біз ауру деп ойлаймыз да, барып еміз дейміз. Негізінде симптом басталды, организм өзімен өзі күресіп жатыр деп түсінік қалыптасу керек та, дереу соған көмектесу керек. Не көмек? Қуатты күшейту керек. Өйткені адамның ауру қуат азайғаннан кейін барып симптом басталады. Симптом бастағанда симптом не болып жатыр деп әртүрлі аппаратқа анализ, оның бәрі нәтиже. Нәтижемен күрескенмен нәтиже шықпайды. Мысалы, соғыс жерін алды, нәтижені алып тастады, бірақ жылу қуаты толған жоқ. Ертең бәрібір қайта бір жерден приступ береді. Сонда біз себеппен күресеміз. Жылу қуатын күшейтеміз, арғай уже соғыс жер болмайды. Болса да мені тағы да жылу қуатын күшейтіп емдеп аламыз. Организм өзін-өзі 100% емдейтіне мен ылғи айтамын, 1000% сеніңіздер. Бұл Алла тағаланың бізге беріп қойған хикметі. Біз соны дәлелдейміз. Жақсы, мінекей, осындай приступ беріп жатса, ойбай демей, әрине енді ойбай себептілікті емдейді екен деп асықпай жүріп қалмаңыздар. Оқып алсаңыздар, бірден жедел жәрдем көрсетесіздер әрине. Енді білмей жатып, анау алыстан маған келіп жүргенше, мен ойлаймын кей кезінде, дер кезінде әрине скорыйдан керек. Ең дұрыс келіп оқып алыңыздар. Оқитын ойың бар? Мен енді анашым оқыды ғой. Сол біз анашым аман болсын, сол кісінің барып емін алып жүреміз. Қазір ол кісі қалай? Алашым нұрын шашып, бүкіл қаншама адамдар келіп жатыр, басы ауыратын кісілер, өзіміздің туған туыс апаларымыз бар. Жеңгелерім бүкілін емдеп, Аллаға шүкір аяққа тұрғызып, көмегін тигізіп жүр. Алғысын алып жүр. Абырой деген бала, авторитет. Онсыз да әдемі кісі ғой. Өзі де жарқырап жүріп, бұрынғыдан қайта өзгерді анашымыз. Қуаты бұрынғыдан күшті. Бізге келгенде кішкене бүйтіп ауырыңқырап сөйтіп жүрмін ғой, уайымдап. Ана сабақ түсініп алғаннан кейін ауруға деген үрей қорқыныш жоқ қой. Иә, қазір Аллаға шүкір 7000 халық бар ауылда тұрамыз. Сол ауылда қазір мама біраз емдеп бастады уже. Емші болып кетті. Емші болып кеткен. Қай қаладансыңдар? Түркістан облысы Келес ауданы. Келес ауданы. Мамаң аты? Мадина. Мадина апайға есече сол ауылдан барып ем алыңыздар. Иә, шүкір, өзім туысқандарыма әпкемнің тізесі ауыратын еді, оған ем істедім. Жақсы жағдайы. Балам денсаулығы жақсы, шүкір Аллаға. Ешқандай дәрі-дәрмексіз емдеп, бүйрегіндегі тасты жоқ болып кетті ма білмеймін мен. Ауырғаны қойды, ешқандай дәрі ішіп жатқан жоқ. Физкультурамен заниматься етіп әйтеуір бір уақыт тренажерный залдарға барып, жақсы жүр. Рахмет.
жақсы жақсы рахмет